сыйқырлы сандық. Данияда дәулеті елден асқан бір көпес өмір сүріпті. Ел арасында көпестің байлығы туралы, егер оның алтынын жерге шашар болса, бір үлкен, бір кішкентай көшені жабуға жетер еді деген сөз тарапты. Көпес ақшаның қадірін білетін жан еді. Сонысына қарай, шыққан бір тиыны өзіне 10 теңге болып қайтады екен. Бірде ажалы жетіп, көпес дүние салады. Артында қалған жалғыз ұлы бар байлыққа ие болып қалады. Ол әкесінің дүние мүлкін есепсіз жұмсап, қызық дәурен кешеді. Ысырапшыл бала әкесінің маңдай терімен келген байлығын оңды-солды шашып, соңында тақыр кедейге айналады. Дәулеті барда қасынан табылған достары да оны ұмытып кетеді. Жанында қиналғанда көмек беретін жанашыр жан қалмайды. Ақыр соңында көпестің ұлы бар байлықтан үстінде көнекөз шапаны, аяғында шәркейі, ал қалтасында 4 теңгесі ғана қалғанын біледі. Көпестің көрші қалада мейірімді досы болыпты. Ол марқұм жолдасының ұлының аянышты халін естиді. Жүрегі жұмсақ қария оған көмектескісі келеді. Ол жігітке кеңес беріп, түнде сандық әкеліп береді. Әрине айтуға жеңіл, байғұс бала сандыққа салатын бұйым таба алмай әуре болады. Басқа амалы қалмағандықтан сандыққа өзі отырады да қақпағын жауып алады. Ал бұл жай сандық емес, сиқырлы сандық болады. Көпестің ұлы сандықтың сиқырлы қасиеті барын білмейтін. Ішіне отырып қақпағын жапқаны сол еді, сандық оны аспанға әуелете ұшыра жөнеледі. Сандық ұшқан қалпы асқар-асқар таулардан, шалқар көрлерден, белес қырлардан өтіп бұлттарға жетеді. Сандықтың түбі тарсылдаған кезде жігіттің егер сандығым күл парша болып сынса, мен төмендегі тал теректерге құлаймын-ау деп зәресі ұшады. Осылай ойлаған сайын жүрегі аузына тығылады. Дегенмен ол аман есен Түркия еліне жетеді. Түркия шаһарының маңына келіп қонған сандықтың аузын ашып, көпестің ұлы жерге түседі. Сандығын орманның ішіне апарып, кепкен жапырақтармен бетін жақсылап жауып, ешкім көрмейтіндей етіп жасырып қояды. Көңілі жайланып, жақын маңдағы бір қалаға келеді. Түрік шаһарының маңына келіп қонған сандықтың аузын ашып, көпестің ұлы жерге түседі. Сандығын орманның ішіне апарып, кепкен жапырақтармен жауып, жасырып қояды. Сөйтіп, көңілі жайланып, жақын маңдағы қалаға бет алады. Түріктер үнемі шапан мен шәркей киіп жүретіндіктен, бұның киімін оғаш санаған ешкім болмайды. Сондықтан, қалада ол бала көтерген күтуші әйелге жолығады. Айтыңызшы, мына биік терезелі зәулім сарайда кім тұрады деп сұрайды көпестің баласы түрік әйелден. Онда жалғыз қызы бар патша мен патшайым тұрады деп жауап береді әйел. Бір сәуегей ханшайымның тағдырын болжап, махаббаттан жолың болмайды, тұрмысқа шықпайсың депті. Сондықтан патша мен патшайым оны ешкім көрмесін деп сарайдың мұнарасында жасырып, елдің көзінен таса жерде ұстайды екен, депті әйел. Жігіт әйелге алғысын білдіріп, орманға оралады. Ол сандығына отырып, ұша жөнеледі. Сол ұшқаннан тоқтамай, патшаның қызы тұратын зәулім сарайдың үстіндегі мұнараға келіп қонады. Ханшайым жатқан бөлменің терезесін ашып, ешкімге білдірмей, көпестің баласы ішке енеді. Патшайымның қызы ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу ару екен. Қаннен қаперсіз мамық төсекте ұйықтап жатқан ханшайымның көркіне қызыққан жігіт оның бетінен сүйіп алады. Ханшайым ұйқысынан шошып оянады. Сонда жігіт оған: "Қорықпа, ару қыз, мен сені көру үшін ұшып келдім. Сиқырлы сандықпен ұшып келген періштемін" дейді. Ханшайым жігітке таңдана қарайды. Жігіт оған жақынырақ отырып, қызға мұнда ұнайды-ау деген
керемет сөздерін айтып, аямай үйіп төгеді. Сенің көздерің түпсіз терең, тұңғиық мөп-мөлдір. Ал сенің ойларың су перісі сияқты жүзіп жүр. Жел тимеген ақ маңдайың қақтаған ақ күмістей деп жырдан шашу шашады. Ханшайым жігіттің сөзіне елігіп күлімсірейді. Қыздың жүзі жылып, қабағы ашылғанын көрген бозбала: «О, тіл жетпес сұлуым, сен менің ертегілерімдегі балаларды судан өткізетін ләйлек құс сияқты көркемсің» дейді сөзін жалғастырып. Көпестің баласы ертегілерді майын тамызып, тамаша айтатын өнері болатын. Ханшайым жігіт сөйлеген сайын ынтыға бастайды. Көпестің ұлы осыны байқап, тоқтамай ертегі айтуды жалғастыра береді. Ертегісін айтып болып, маған тұрмысқа шық деп қызға ұсыныс жасайды. Ертең күндіз осында кел, патша мен патшайым менің қасымда болады. Олар менің түрік періштесіне тұрмысқа шығатынды естігенде қатты қуанатын шығар, дейді ханшайым. Сөйтіп, қыз жігітке әке шешесінің ертегі тыңдағанын қатты ұнататынын айтып, ең жақсы көретін ертегісін дайындап келуді тапсырады. Сөйтіп, сүйіспеншілігінің белгісі ретінде оған алтын тиын сыйлапты. Анам ойлы, мағыналы ертегілерді, ал әкем көңілді ертегілерді жақсы көреді, дейді қыз. Сөйтіп, бозбала өте жақсы деп жауап қайрады. Менің ертегіден басқа тартуым жоқ, дейді көпестің баласы. Қоштасар сәтте ханшайым оған тағы бір алтын балдақты қылыш сыйлайды. Жігіт шатырға шығып, сандығына отырып, орманға ұшып кетеді. Сөйтіп, қалаға барып, алтын тиынға жаңа шапан сатып алады. Сосын орманға қайта оралып, патша мен патшайымға ұнайтын ерекше ертегі қарастыра бастайды. Келесі күні ертегісін дайындап, сандыққа отырып, ханшайымның сарайына қарай ұшып келеді. Ал енді ханшайымға келсек, ол әке-шешесіне болған жағдайды айтқан екен. Сонда анасы мағыналы, қызықты хикая айтпаған жігіттің күйеу бала болуға лайық еместігін қызына ескертеді. Бұл әңгімені сарай маңында уәзір қызметшілер естіп жүреді. Сөйтіп олар да ханның сұлу қызынан үмітті періштені көрмекке асығады. Патша мен патшайым қасына нөкерлерін ертіп, жігітті ықыласпен қарсы алады. Көпестің баласын мол жайылған дастархан басына отырғызады. Содан соң патшайым: «Сен бізге ертегі айтып бересің ғой?» деп сұрайды. «Ертегің астарлы, ойлы болсын. Ал мен қызықты хикая тыңдағанды жақсы көремін», дейді ханшайымның әкесі. «Әрине айтамын. Ертегінің майын тамызып беремін», дейді көпестің баласы. Сөйтіп, дайындап әкелген ертегісін бастап кетеді. Көпестің ұлы патша мен патшайымға ойластырған тамаша хикаясын баяндап береді. Тыңдап отырған патша ертегіні, хикаяны естіп, шек-сілесі қатқанша күледі. Ал патшайым астарына көз жүгіртіп ойланумен болады. Не керек? Жігіттің ертегісі екеуіне де аса ұнайды. Сөйтіп, патша мен патшайым оның күйеу бала болуға лайық деп мойындайды. «Біздің қызымыз сенен артық жар таппас», дейді ханшайым. Сөйтіп, «Дұрыс айтасың», дейді патша әйеліне. «Енді сен біздің отбасымыздың бір мүшесісің». Патша осыны айтып, үйлену тойы болатын күнді белгілеп, шабармандар мен уәзірлеріне тойға дайындық қамын бастап кетеді. Сөйтіп, көпес баласы патшайымға үйленіп, мол байлыққа кенеліпті.
Ал өзінің сиқырлы ертегілерін ол кішкентай балаларына елге таратып бақытты ғұмыр кешіпті.